Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді пигудидің рецептін ұсынамын. Бірінші кезекте осылай жылы суға тұз салып, дрожж салып, кәдімгідей нанды ашытқан сияқты етіп қамырымызды илеп аламыз. Сұйық майдан 2-3 қасық құямыз. 1 ас қасық дрожж саламыз. Барлығын осылай араластырып аламыз. Содан соң алдын ала електен өткізіп қойған ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Міне осымен қамырымыз дайын. Енді бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз. Енді кезекте ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Осылай капустамызды майдалап, турап, барлығын бір ыдысқа салып, үстіне тұз сеуіп қойып қоямыз. Содан соң 2 дана пиязымызды майдалап турап аламыз. Міне пиязымызды турап болдық. Енді ыдысымызға салып, етімізді турайтын боламыз. Етті осылай турасаңыздар да болады, немесе дайын фаршты салсаңыздар да болады. Мен осылай барлығын турап алдым. Міне осымен етімізде турап болдық. Ендігі кезекте тұз сеуіп қойған капустамызды жақсылап, мұжылап араластырып аламыз. Содан соң оның суын сығып аламыз. Тұз сеуіп қойып қойсаңыздар, осылай суы шығады. Суының барлығын капустамыздан
Міне барлығын енді үлкен табаққа салып, тұз, бұрышын салып, жақсылап араластырып аламыз. Бұрыш, дәміне қарай тұз, аздап сұйық май қосамыз. Содан соң 2 тісі чеснок майдалап турап салатын боламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Осымен дайын салмасы. Енді кезекте қамырларын осылай бөліктерге бөліп, 80 немесе 100 граммнан бөлсеңіздер де болады. Осылай бөліп, бетін жауып қойып қоямыз. Содан соң шетінен алып, қамырымызды осылай жақсылап, шілей қатты жұқа қылып жіберуге де болмайды. Осылай 1-2 жайып жібереміз де, сосын үстіне салмасын салып өретін боламыз. Барлығын осылай өріп аламыз. Осылай барлығын түйіп аламыз. Менде 23 дана шықты. Содан соң листімізді майлап, осылай листімізге жайғастырып газге қоямыз. 40-45 минутта пісіріп аламыз. Осымен тамағымыз дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ұнаса лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.